Қамырда піскен тауық аяқтарын дайындаймыз. Ең алдымен тауық аяқтарын тұздап аламыз. Тұз, бұрыш, сарымсақ, сұйық май қиып, жақсылап араластырып, 1 сағаттай тұздап қоямыз. 1 сағаттан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Енді тауық аяқтарына қамырын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа, секер, тұз, қопсытқыш салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды бетін жауып қоямыз. Енді осылай піскен тауық аяқтарын сүйегінен ажыратып, ұсақтап турап, үстіне творожный сырымызды салып, араластырып, енді қамырымызды 7 бөлікке бөліп, енді осылай қамырымыздың ішіне начинкамызды салып, сүйегін салып, тауықтың үстіне фольгамызбен орап қоямыз. Содан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста пеште 15-20 минут пісіреміз. Осымен тауық аяқтары дайын.